Қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен Олимпиада жеңімпаздары Қазақстан мақтанышы бөлімінің Қазақстанның жеңіл атлеттері сабағын қарастырамыз. Оқу мақсаты: ресми тілдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау. Мәтінмен жұмыс жасамас бұрын іс қағаздарының түрлерімен танысып алайық. Іс қағаздарының түрлері жеке адам өміріне қатысты, басқару үкім шығаруға қатысты, азаматтық қарым-қатынастарды реттейтін іс қағаздары болып бөлінеді. Жеке адам өміріне қатысты іс қағаздары олар өмірбаян, түйіндеме, жеке іс парағы, өтініш, арыз, мінездеме, кепілдеме. Басқару мен үкім шығаруға қатысты іс қағаздарына өкім, жарғы, жарлық, бұйрық, нұсқау, ресми хаттар, хаттама жатады. Азаматтық қарым-қатынастарды реттейтін іс қағаздары олар қолхат, сенімхат, кепілхат, өтінім, тапсырыс, келісім шарт, еңбек шарты, еңбек келісімі. Біздің бүгінгі көңіл аударатын ресми іс қағаздарының ішіндегі мінездеме. Мінездеме белгілі бір ұжымнан адамды өмірбаяндық, біліктілік, кәсіптік, адамшылық тұрғыда жазбаша сипаттайтын құжат. Мінездеменің құрылымы: алдымен тақырыбы жазылады. Мінездемеге берілетін адам туралы қысқаша мәлімет беріледі. Негізгі мәтін, одан кейін қорытынды жазылады. Мінездемені талап етуші ұйымның аты, мінездемеге жазылған дата, мінездеме беруші қызметі, аты жөні, қолы жазылады екен. Бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийі: мәтіннің тақырыбын табады, мәтіннің стильдік ерекшеліктерін анықтайды. Оқылыммен жұмыс: мәтінді оқы, таныс емес сөздер тізбегін жаса. Мәтінді оқи отырып, қолыңа дәптер, қалам алып, таныс емес сөздер тізбегін жасай отыр. Көммен: Қазақ ақпарат қазақстандық жеңіл атлеттер Әмір Байтұқаев пен Михаил Красилов Қытайдың оңтүстік батысындағы Куньмин қаласында өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының 4-ші халықаралық марафонына қатысты деп хабарлайды Қазақ ақпараттың меншікті тілшісі. Қазақстандықтардың арасынан Әмір Байтұқаев үздік көрсеткішке қол жеткізді. Ол марафондық 42 километр, 195 метр қашықтықты 2 сағат 35 минутта жүгіріп өтті. Әмір Қазақпарат тілшісіне берген сұхбатында жарыс жолы туралы өз әсерімен бөлісті. Куньминдегі жүгіру мен үшін үлкен дебюттік еді. Биіктікке байланысты аса ауыр тиді. Қала 2000 метр биіктікте орналасқан. Оның үстіне бірнеше сағатқа созылған ұшақпен ұшу, сағаттық белдеуден кейінгі жерсіну деңгей, бәрі жарыс нәтижесіне әсер етті. Дегенмен, марафоннан алған әсерім қанағаттанарлық, деді ол. Ерлер мен әйелдер арасында Эфиопия мен Кенияның өкілдері марафонның жеңімпаздары атанды. Эфиопиялық жеңіл атлет Дереде Дебеле Толу 2 сағат 13 минут 18 секунд көрсеткішпен мәре сызығын бірінші болып қиды. Енді жаңа сөздер: ынтымақтастық ұйым, меншікті тілші, үздік көрсеткіш, әсер, белдеу, жерсіну, қиды. Бұл сөздердің мағынасы мен сөздік KZ немесе Казнеп сайттарынан қарап танысуыңа болады. Ынтымақтастық ұйымы дегеніміз бірлі тату қоғам дегенді білдіреді екен. Меншікті тілші, жеке тілші, үздік көрсеткіш жүлделі орын, әсер, ықпал, белдеу,
ол ортасы деген мағынаны білдіреді екен. Жерсіну, үйрену деген сөз қиды, жетті мәреге. Енді оқылымнан кейінгі тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Бірінші абзацта автор неге назар аударғысы келді? Әмір мен Михаилдың жарысқа қатысқанына, Қытайдың оңтүстік батысындағы Куньмин қаласына, 4-ші халықаралық марафон ұйымдастыруына, Шанхай ынтымақтастық ұйымының жұмысына. Екінші сұрақ. Мәтіндегі оқиғалар тізбегіне қайсысы сәйкес келеді? Әмірдің жақсы жетістікке жеткені, Әмірдің жарысқа көңілі толмауы, Әмірдің ұшақта өзін нашар сезінуі, Әмірдің финалға бірінші болып жетуі. Үшінші сұрақ. Мәтін қандай стильде жазылған? Ауызекі сөйлеу, көркем әдебиет, публицистикалық, ресми. Мәтін қандай мақсатта жазылған екен? Талқылау, баға беру, сын айту, хабарлау. Мәтінге қай тақырып сәйкес? Әсерлі кездесу, екі бала жеңісі, Куньминдегі марафон, эфиопиялық жеңіл атлет. Ал енді өз жауаптарыңды дұрыс жауаптармен салыстыр. Бірінші абзацқа автор неге назар аударғысы келді? Әмір мен Михаилдың жарысқа қатысқанына. Екінші сұрақтың дұрыс жауабы Әмірдің жақсы жетістікке жеткені. Мәтін публицистикалық стильде жазылған екен. Мәтін хабарлау мақсатында жазылыпты. Куньминдегі марафон тақырып. Енді екінші тапсырмаға көшейік. Мәтін бойынша қарапайым жоспар құрастыру керек. Ол үшін мәтінді абзацтарға бөліп алуға болады да, сол абзацта баста айтылған ақпаратты қысқаша бір сөйлеммен жазып шығу керек. Жоғарыда берілген мәтінге мынандай жоспар құруға болады екен. Куньминдегі марафон, алған әсер, марафон жеңімпаздары. Енді үшінші тапсырмаға көшетін болсақ, бұл жерде Әмір Байұзақовқа 3-4 сөзбен мінездеме беру қажет. Егер де мінездемені жазсаңыз, ықтимал жауаппен салыстырайық. Батыр, жүйрік, еңбекқор. Осымен тақырыпты байланысты, мақсатты орындауға байланысты тапсырмалар аяқталды. Назар қойып тыңдағаныңа рахмет, сәттілік тілеймін. Бұдан кейін дидактикалық бөлімде берілген тапсырмаларды орындап шықсаң болады. Дидактикалық тапсырмада берілген тапсырмалардың жауаптарын әдістемелік нұсқаулықтағы жауаптармен немесе ықтимал жауаптармен тексеруге болады. Үлкен рахмет.